Сәлем достар, сіздермен бірге мен Кәусар, және бүгінгі видео бізде back to school. Бірақ бұл жолы менде back to school айдары өзгереді. Яғни осы жылы өзгерді, себебі мен мектеп аяқтаған болатынмын. Менде back to university деген видео болады. Бүгін мен сіздерге университетке қандай заттар алғанымды көрсетемін, қандай сумка алғанымды көрсетемін, қандай жаңағы дәптер, ручка деген заттарды көрсетемін, тағы да қандай киімдер алғанымды көрсетемін. Бірақ келесі видеода мен сол киімдермен аутфиттер жасап, луктар жасап, сіздерге осы оқу жылында не киетінімді толықтай көрсететін боламын. Ал видеомызды бастайық. Ең алдымен мен осы жылы алған ең күшті затыммен бөліскім келіп тұр. Ол әрине менің осы жылы ұстайтын осындай сумкам. Бұны маған сестрам Америкадан алып берген болатын, поэтому өте күшті. Это original Longchamp. Іші осындай, мына жерінде үлкен салатын жері бар, және мына жағында кішкентай салатын бөлігі бар. Бұл менде М размерінде, яғни иыққа былай асып алып ұстағанға өте ыңғайлы. Осындай золотистый фурнитуралармен, золотистый золотистый кнопкамен жабылатын. Осындай қоңыр түсті әдемі сумка. Маған өзіме өте қатты ұнайды. Очень милый. Если что, комментарияға университетке сумка жинаймыз деген видео түсір деп жазыңдар. Сосын мен окей деп жауап беремін. Келесі көрсететін зат, негізі ол менің ойымша әрбір студентке керек, ноутбук немесе планшет. Менің үйімде негізінде ноутбук бар, мен онымен чисто үйде сабақ оқысам болады, себебі мен оны сумкада тасығым келмейді, ол ауыр. Спасибо. Поэтому мен лучше планшет аламын деп шештім. Бұл планшетті мен осы жылы сатып алдым, яғни 11-ші сыныптың басында ОБТ-ға дайындалу үшін. Яғни бұл планшет менде Huawei өзінің клавиатурасымен. Из-за этого бұны мен как ноутбук типа бүйтіп печатать етуге болады. И в принципе, по-моему, даже мышкамен де жұмыс істей береді. Бұл если Bluetooth-мен қосылатын мышка болса, то мышкамен тоже работает. Осындай стилусы бар өзінің. Егер осы планшетке толық обзор жасағанымды қаласаңыздар, комментария жазып кетіңіздер, мен сіздерге толық түсіндіремін. Ал пока что мен осы планшетке универде қолданатын приложенияларымды барлығын жүктеп алдым. Сондықтан өте қызық болайын деп тұр бұны университетте бұнымен сабақ оқу деген. Себебі менде бұқта андай ғой, электронды кітаптар, электронды дәптерлер. Мен осы жерде бүйтіп эстетикер болып деп отырам. I hope so. Келесі зат, ол менде өте мүмкін күзде, қыста көп қолданатын шығармын осы затты. Ол менде осындай термос, ақ түсті, обычный термос. Мен бұны мектепте де ұстайтынмын. Мектепке кофе сондай құйып алып кететінмін, егер үйде ішіп үлгермесем. Универге тоже сөйтем. Обычный белый термос. Ал енді канцелярияға көшейік. Ең біріншісі, wait a second, guys. Ең алдымен менде осындай пачка, ручка. Мен сіздерге көрсетем. Бұл жақта өте көп қара, қызыл, көк, жасыл түсті ручкалар бар. Осындай шариковый ручкалар. Жазғанға өте ыңғайлы. Және де бұлардың пастасы да ұзаққа жетеді. Бірақ бұл менің ең сүйікті ручкаларым қатарына кірмейді бұлар. Себебі маған мынандай басатын ручкалар ыңғайсыз. Менің ең любимый ручкаларым олар осындай. Ішінде 10 штук болу керек, мен 4-еуін ініме бердім. Осындай шариковый ручкалар. Бұлар менде 7 мм-дан. Түрін сақтап алыңдар достар. Мектепке, если что, осы ручкаларды қолдансаңдар, прям жазуларың әдемі болады. Бірақ бір минусы бұның пастасы тез бітеді, өйткені мен может көп жазамын, білмеймін. Бірақ маған ұнайды. Маған өте қатты ұнайды. Келесі зат ол менде осындай пенал. Осы университетте ұстап жүремін. Осындай очень милый розенький. Еще осындай. Мен бұны Каспидан заказ бердім. 10 теңге ма, 9 теңге ма, сондай, не помню. Если что, ссылкасын комментарияға, описанияға қалдырып кетемін. Келесі ол менде осындай қара түсті ручкалар. Бұл ручкалар менде гелевый, қара түсті, осындай әдемі жазады.
Келесі зат ол менде осындай обычный простой карандаш, ішінде 12 штук. Жақсы жазады, жақсы фирманікі. Біз обычно осы фирмадан карандаштар аламыз всегда. Және осымен үйімдегі бүкіл оқушы, бүкіл студент қолданатын болады. Келесі зат өте базовый обычный зат, ол менде линейка. Тағы да менің алған заттарым ол осындай ұштағыш. Және осындай обычный өшіргіш, стерка. Және де ең соңғы зат ол осындай замазка. Ал енді менің пеналымды бірге жинайық. Келесі менің көрсететін заттарым, ол менің осы оқу жылына алған дәптерлерім. Біріншісі ол осындай, екіншісі осындай. Осындай екі күшті дәптер. Бұлар менде іші клетка және 48, вроде 48. Я, 48 парақ. Келесі ол осындай пирогпен. Бұл да менде клетка және де 48 парақ. Тағы менде осындай 3 дәптер бар. Осындай жасыл, розовый және фиолетовый. Оларда 48 бет, және де угадайте, что, конечно, клетка. Маған не клеткаға жазған ұнайды, чем линияға жазғаннан. Бірақ соның өзінде де менде линейкаға 2 дәптер бар, тоже 48 беттік. Осындай малина, қарындаш, қандай аппетитный. О, боже мой, мен сабақтың үстіне мен жестко қарындаш тұрады. И мынандай голубика, бұл тоже прям аппетитный екеу. Лето вайб осенью будет. Трэш. Одан кейін осындай 96 беттік. Өте, мен үшін геометрия вайб. Клетка дәптер. Пригодится. Who knows. Және де ең соңғы дәптерлердің бірі. Ол осындай единственный А4 форматтағы Нью-Йорктағы Empire State Building'тің суретімен осындай 96 беттік дәптер. Тоже клетка, бірақ бұяқтан анда қызыл линия жоқ. Бұл дәптер вообще прикол. Знаете почему? Мен, бұны Каспидан көрем, Абдидің өзінің официальный магазинінен. И оқта 3 дәптердің суреті тұртта. Мен ойлағым, вау! 3 А4 форматтағы дәптер за 1000 теңге. Нужно купить. А мен дұрыс оқымаппын, астында 1 штук деп жазылып тұр екен. 1 шыты деп тұр. Поэтому менде 1 штук дәптер 1000 теңгеге, 1100 теңге. Осымен менің алған канцелярияларым бітті. Себебі мен негізінде көп алмадым. Мысалы, текстовый делитель, стикер алуға болатын еді. Бірақ мен ондайларды алмадым. Себебі мен планшетпен основном қолданамын. Және ол жақта сондай приложениялардың ішінде жаңағыдай маркер сияқты бояп, немесе стикер сияқты жазуға болады. Поэтому мен ондай нәрсе алғым келмеді. Және, мне кажется, мен олармен даже қолданбаймын сабақтың үстінде отқанда. Да, она пыталась быть эстетик girl. Что поделать? Ал енді мен алған киімдерімді көрсетемін. Ең алдымен мен сіздерге өзімнің күзге арнап алған сыртқы киімді көрсеткім келеді. Осындай қоңыр түсті, өте қою қоңыр түсте, жаңағы сумкамнан қарағанда кішкене темнее. Осындай серебристый фурнитуралармен өте ерекше, мен ойымша, себебі белінен бітіп тартып, приталенный силуэт жасауға болады. Замокпен жабылады, және де кнопкамен де жабылады.
Және де оның жағасын осылай көтеріп, қазір тренд болып жатқан высокий воротникті жасауға болады. Я думаю, очень хорошая покупка. Я этим довольна. Және де жеңдері осылай кнопкамен. Олар да ашылып жабылады. Келесі алған киімдерім ол менде осындай майка, обычный ақ түсті. Өзіме бұның ұзындығы ұнады, және де бүйтіп белінен более приталенный тұратын ұнады. Базовый майка. Любой киіммен кие бересің, даже пиджакпен де, можно худидің ішінен киюге. Келесі ол менде футболка. Необычный, яғни арқасында осындай бантик болып тұрады, арқасы ашық, және алды да ашық келеді. Мен бұның ішінен бөлек ақ түсті топ кием, сол кезде әдемі болып көрінеді. Бұның да шеттері осындай приталенный болып тұрады. Өте әдемі, менің ойымша. Любой киіммен тоже кие бересің. Джинсымен де, обычный шалбарлармен де. Келесі футболка менде осындай обычный. Менің үстімдегі футболка сияқты тұрады. Осындай көгілдір, бирюзовый, Тиффани түсте. Камерада басқаша болып тұр. Бірақ өмірде бұның түсі кішкене әдемірек. Келесі кофта, бұл менде кішкене күн салқындағанда киетін кофта. Осындай, ішінде майкасы, яғни бірге қосылып тігілген, яғни өстіп тұрады. Осындай қоңыр түсті, астына осылай көрініп тұрады. Менің ойымша, очень даже мило. Бұл да белі осындай приталенный. Менің қоңыр түсті алған заттарымен күшті үйлесетін болады. Ал енді мен сіздерге алған шалбарларымды көрсетем. Біріншісі ол менде осындай обычный черный леггинсы. Белі осындай. Және балаға осындай клеш болып келеді. Мен бұны, осыны, мен, наверное, күнде киетін шығармын, потому что бұл реально өте жұмсақ, ыңғайлы, қатты анандай жұқадай емес. Келесі шалбар ол менде, яғни джинсы. Осындай. Қатты темный да емес, және қатты голубой да емес, яғни күзде де, қыста да, көктемде де актуальный цвет, менің ойымша. Балаға осындай широкий шамалы. Бірақ қатты анандай широкий емес, қатты оверсайз болып тұрмайды. Өте ыңғайлы, шамалы қалыңдау. Уже көктемге таман ыстық болады бұда. Келесі көрсететін киімдерім ол менде жаңағы футболкалар, майкалардың үстінен кие салатын жемпір кардигандар. Біріншісі ол менде осындай қоңыр түсті, то есть бежевый түсті кардиган, осындай золотисты фурнитурасымен. Жеңі осындай. И ұзындығы осындай. Келесі ол менде осындай темно-синий түсті, как спортивка, зипка. Вот зипка реально. Осындай капюшонымен, на жерінде аюмен, Бостон деген жазуымен, қалтасы бар алдында. Осындай замокпен, жеңі ұзын. Іші бұның флис, сондықтан мен бұны күн суығанда кием. Сонымен достар, менің осымен алған заттарым аяқталды. Киімдерім де, канцеляриям де бітті. Мен сіздерге барлығын көрсеттім. Сіздерге осы видео ұнады деген ойдамын. Мен осы заттардың бәрін алып атқан кезде back to school түсірем деп алдым. Егер де менің сумкамды жинаған видеоларымды қаласаңыздар, немесе планшетке толықтай обзор түсіргенді қаласаңыздар, комментарияға жазып кетіңіздер және көбірек лайк басыңыздар. Лайк мен видеомда аз лайк басыңдар, достар. Көбірек лайк басыңдар. Және келесі видео менде обязательно университетке киетін образдар туралы болады. Күтіңіздер. Бай-бай!